Барлығына сәлем. Осындай әдемі молочная девочка тортын әсемдеп жасаймыз. Ең алдымен майды су буына ертіп аламыз газға. Одан кейін 2 жұмыртқаны жарып, үстіне сгущенканы салып, миксермен араластырып аламыз. Араластырған кезде кішкене көтеріледі. Ерітілген майды жұмыртқалы масымызға қосып, миксермен айналдырып аламыз. Біркелкі болғанға дейін. Одан кейін ұнға көшеміз. Електен өткізілген ұнға қопсытқыш және ас содасын қосып араластырамыз. 2 массаны бір-біріне қосып, алдымен лопаткамен, яғни жан-жағына шашырап кетпес үшін, содан кейін миксермен біркелкі араластырып аламыз. Торт пісіру үшін поклонына арналған бумага для выпечкиді қолданамын. Корждарды құятын кезде 16 және 20 сантиметрлі темірлі формаларды қолданамыз. Сол кезде формаларымыз кішкентай болғаннан кейін соғырлым тортымыз да биік болады. Егерде торттарыңыз жалпақ болғанын қаласаңыздар, соған қарай формасын үлкейтесіздер, бірақ торттарыңыздың биіктігі төмен болып шығады. Пешті 180 градусқа қыздырып 6-7 минут пісіріп аламыз. Дайын болған корждарды толықтай суытып аламыз. Араларын ашық ұстаймыз, себебі бір-біріне жабысып қалу мүмкін. Ал қағазы міне оңай алынады. Дайын болған корждардың шеттерін бірдей қылып кесіп аламыз. Енді кремін жасаймыз. Сүзбелі ірімшіктің үстіне қант ұнтағын сеуіп, миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. 30 секундтай. Одан кейін міне осы сливкиді қолданамын. Чудское озерден 33%. Бұдан төмен қолдануға болмайды. Сүзбелі ірімшік пен сливкиді 1 минут миксермен араластырамыз. Молочная девочка тортының кремінің бір ерекшелігі оған сгущенка салынады. Оған 3 желание сгущенкасын қолданамын. 1-2 қасық сгущенка салсақ жетеді. Тортты жасау барысында алдымен подложка, одан кейін темір форма, одан кейін ацетатный пленканы қоямыз. Одан кейін ең астына кішкене ғана кремді жағып, коржымызды төмен қарай, теріс қарай қоямыз да темір ізімізбен қысамыз. Тортымыздың формасы осындай болмақ. Корждан кейін крем, одан кейін корж, одан кейін сүт пен қант қосылған сүтті екінші корждан бастап жағып шығамыз. Сонда корждарымыз жұмсақ болып шығады. Корждарымызды үстісіне қойған кезде біреуін оң, біреуін теріс салып отырамыз. Бетіне асханалық пленкамен жауып шығамыз. Сонда басқа бөгде иістерді өзіне тартып алмайды. Тоңазытқышқа тортты кем дегенде 2 сағат ұстау керек. Сонда ол жақсы ұсталып тұрады. Бұл торттың сыртына арналған крем. Бұл кремнің рецебі астында ссылкада жазылып тұр. Сол кремге кішкене мөлшерде бояуымызды қосамыз, аз-аздап, соны жақсылап тұрып араластырамыз. Асханалық қаптың осылай басын кішкене кесеміз де ішіне кремді толтырамыз. Сөйтіп алға қарай нығыздаймыз. Ацетатты пленканы сыртынан алып тастаймыз торттың. Ары қарай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тортты әсемдесеңіздер болады. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.